Оу, sen kimsin? Жолбарыстың баласы дейін десем ұқсамайсың. Әлде сілеусінсің бе? Иә, сілеусінмін. Сәл бәл ауырып, кішірек боп қалғанмын. Азып кетіпсің. Саған балық жеу керек. Балық? Жүр менімен. 5 балық ұстасам, біреу сенікі. Ал төрде ұстасаңшы. Ол балықтың көлеміне байланысты. Ірі балық түссе, сен де, мен де тоямыз. Онда барайық. Сен ұстайсың, мен шелекке салып отырамын. Ал кеттік. Ақ балық ау, ақ балық. Қармағымды қап балық. Түске дейін ештеңе түспесе, менің қарным ашады. Сол кезде абай бол. Сені жеп қою мүмкін. Сонда сен мені соған бола ертіп келдің бе? Жеуге? Енді қайтем. Сен одан да балық түссін деп тіле. Сонда сен мені кім екенімді білесің бе? Ей, сілеусіммін деп өзің айттың емес пе? Ауырып жүрмін дедің. Мен мысықпын. Жай ғана мысық емес, сиқыршы мысықпын. Дәл қазір сені тышқанға айналдырып жіберіп, жеп қоя аламын. Сиқыршы мысық дейді? Мені жеймін дейсің бе? Сен өзі әзіл қой мысық екенсің. Жарайды, мені күлдіргенің үшін сені жемеймін. Қорықпа, бірақ күнде осылай күлдіріп тұрасың. Күлкі өмірді ұзартады дейді. Сен сонда маған сенбейсің бе? Күлкіңді тия алмай қалмайу. Ал сен дәлелде. Мысалы, менің қармағыма балықтар келсін. Қане, көрсет өнеріңді. Сөзіңе жауап бер. Несі бар? Көрсетемін. Қазір қармағыңа балықтар іліне бастайды. Қазір абылдыу, қабылдыу, балықтар шабылдыу. Ей, үлкілдеп жатыр. Охо, сен нағыз сиқыршы екенсің. Тоқтатпа енді. Бәрі майда шүйдеген. Ірі балық түссін десейші. Мұнадай. Жоқ, мұнадай. Жоқ, мендей балық түссін. Көмектес маған. Ей мысық. Тарт дей. Мен судан қорқамын. Көмектес алмаймын. Ей, құтқарыңдар. Көмектесіңдер. Масқара! Аюды балық жек қоймақшы. Аюды ма? Балық жек қояды деймісің? Қайда? Көлде! Масқара! Құтқарыңдар! Кеттік, тезірек! Тезірек! Ей, аю! Қармақты жібере сал, кетсін! Ей, жіберме! Ұстасақ бірге жейміз! Ей, мысық, балық жағаға қарай сүйресін. Иә, біз аюды шығарып аламыз. Балықты да? Келіңдер шығарып алайық. Қап, балықтан айырылдық. Иә, 2 күн жейтін едік. Ірі балық екен. Балығы құрсын. Сендерге рахмет, бөрлер. Ал, аю, енді сендің бе? Ей, сенбеске амал жоқ. Сендім. Ал сендер қайдан кеп қалдыңдар? Біз
бізге сауысқан келіп айтты. Иә, сауысқан болмаса суға кетер едің, аю. Рахмет саған сауысқан. Анау шелектегі бір балық сенікі. Ал қалғанын балықтан сорпа жасап ішейік бәріміз. Иә, тамаша болар. Иә. Сорпа дәмді бопты. Айтпақшы мысық, аюды қинатпай-ақ, ірі балықты сиқырмен жағаға шығара бермедің бе? Расында да саған қармақтың да қажеті жоқ қой. Яу, ол жағын ойламаппын. Бірақ еңбекпен тапқан ас дәмді болады. Солай емес пе? Яу.